Қоянның үйшігі. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан жасалған екен, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келе күн жылығанда түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетіпті. Бойы мұздаған түлкі қоянға келеді. Қоян, қоян, мені кіргізші, жылынып алайын. Жылбыз түлкі осылай алдап-сұлдап аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры қоянды үйінен қуып шығыпты. Қоян жылап келе жатып иттерге кезігіпті. Аф, 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 қоян, қоян, не болды саған? Соншалықты қамығып кетіпсің ғой. Қалай жыламайын? Түлкі мұз үйін еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Енді міне, баспанасыз теңтіреп жүрмін. Аф, жылама. Біз оңбаған, қазір-ақ қуып шығамыз. Иттер жиналып қоянның үйіне келеді. Аф, ей түлкі, шық қане, босат қоянның үйін. Аха, шықсам шығайын. Бірақ мен далаға шықсам сендерге жақсы болмайды ғой. Барлығыңның быт-шыт қыламын, деді түлкі. Қорқытып. Иттердің үрейі ұшып кетіп, басын аманның қашып құтылуын ойлап қашып кетеді. Тайып тұрып, үй жоқтың күйі жоқ деген. Қоян қаңғи шаршап тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. О, қоян, не болды сонша? Неге жылайсың? Жыламағанда не істейін? Жыламағанда қайтейін? Түлкі мұз үйі еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Жылама, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуа шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады. Көресің, қуып шығамын. Аю үйшік алдына келіп, түлкі, шық, босат қоянның үйін деп ақырды. Түлкі болса пеш үстінде, шықсам шығайын. Шықсам саған жаман болады, быт-шытыңды шығарамын, деп қорқытты. Аю үйіне ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлады. Амалы құрыған қоян тағы да жылай бастады. Қараса жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында күмістей жарқыраған шалғысы бар. Кукарику, қоян, неге жылап отсың? Деп сұрады. Жыламай қайтейін. Түлкінің мұз үйін еріп кетіп, менің жылы ағаш үйімді тартып алды. Кукарику, жылама, мен оны қазір-ақ қуып шығамын. Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуа алмады, аю да қуа алмады, сен де қуа алмайсың, деді қоян. Кукарику, қоян, жүр, көресің, қуамын, деді. Екеуі үйшік жанына келді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастады. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғыммен шабамын. Кукарику. Түлкі қорқып кетіп, киініп жатырмын, деді. Тағы да қораз даусын шығарып, кукарику, деп қанатын қағып, шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпаса, оны да шалғыға шабамын, деп әтеш қайта әндете бастайды. Түлкі сасқаннан, қазір тонымды киіп жатырмын, деді. Әтеш әнін үшінші рет қайталай бастағанда түлкі
зәресі ұшып, далаға шығып қашып кетті. Аман сау да затты жөнелді. Сөйтіп қоян ержүрек әтештің көмегімен қайтадан өз үйіне тұра бастады.